Әр адам не істегісі келеді? Біз зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатырық. Кім адам қандай киім кигісі келсе өзі біледі. Мысалы, бір адам шашын өсіргісі келеді. Өсірсін шашын. Біреу сақалын өсіргісі келеді. Өсірсін. Біздер анау сол сақалын өсіріп жатқан адамға қандай киім кигісі келген, қандай істі істегісі келген адамдар істей алатын қоғамда өмір сүріп жатқаннан кейін өзі қалап сақал өсіріп жатқандығын деп қарайық болды. Сонда оларды не қылмаймыз, жаман көрмейміз. Түсіндіре алдым ба? Мәселен, бір адам қаласа ұзын киім киеді, қаласа қысқа киім киеді. Бір адам қаласа жаңағыдай басына кепка киеді, біреу қаласа тақия киеді. Біреу қаласа шашын өсіреді, біреу қаласа шашын өсірмейді. Біреу сақалын қаласа дәл солай. Біреу қаласа не қылады? Сақалын өсіреді, біреу қаласа сақалын өсірмейді. Просто сақал өскен адамға солай қарасын болды. Бұл зайырлы мемлекетте, демократиялық мемлекетте өмір сүріп жатыр. Қандай адам не істегісі келеді, өзі істеп жатыр. Сіз оған жаңа діни көзқарастан емес, өмірлік, адами мемлекеттің бір мүшесі ретінде, азаматы ретінде просто солай қарайсаңыз болды. Ол адам сақал өсіргісі келді, өсіріп жатыр.